етті қолмен жеп отырсаң, мұрнын тыжырайтып, жабайы адам көргендей қарайтындар көбейіп кетті мына заманда. Білсеңіз, етті қолмен жемейтін қазақ емес. Осыған мысал, бірде Қаныш Сәтбаев ағамыз Қазақ ССР ғылым академиясының президенті болып тұрған кезде Қазақстан делегациясын басқарып, Францияға мәдени ресми сапармен барады. Француздар біздің қазақ делегациясын орыстар деп қайта-қайта айта бергені намыстанған Қаныш ағамыз, біз орыс емеспіз, өз халқымыз, өз мәдениетіміз, өз жеріміз, өз еліміз бар, қазақ деген басқа халықпыз депті ашуланып. Онда дәлелдеңіз деп, біз де таниық дейді француздар. Сосын қолдары босап, дем алып жатқан кезде Қаныш ағамыз жаңағы қазақ екенімізді дәлелдейік деп, арнайы қой алдырып, өзі бас болып сойып, мүше-мүшеге жіліктеп, ішек-қарнын тазалап, бас сирағын үйітіп, сосын қазан алдырып, бас сирағын бөлек, қаларын бөлек пісіртеді. Оны көріп отқан француздар қайран қалды. Ас дайын болғанда басты бөлек, сирақтарды бөлек, қалған еттер табақтарға мүшелдеп, қонақтардың лауазымына қарай, жаңағы білесіздер ғой, жілік-жілік қып, алдына табақтар тызады. Қаныш ағамыз бұл тағамды қазақтың ең қасиетті асы, оны ет асу деп, оны қолмен қалай жейтінін көрсетіп, премьер-министрлерге басты беріп, қалай тазалайтынын да үйретеді. Балбыратып өте дәмді пісірген ет. Француздар қолдарымен сүйсіне жейді. Француздармен бірге отырған кейбір қазақ шенеунік министрсымақ мәңгүрттер етті қолмен жеуге оқырана қарап, Қаныш ағамызды атарға оқтары болмай тістеніп отырады. Мен түсінікті ғой. Жаңағы қазақи қолмен жегенді бір жабайы санап отқан шығар. Қазақтың ас ішу мәдениеті керемет көрсете білген дана Қанышқа ризашылығын білдіріп, бастарын шайқап, таңданбаған француз қалмайды. Бұл жайында газеттер не жазды? Сапар аяқталып қайтар алдында бір мейрамханада қазақ делегациясы оңаша ас ішіп отырғанда, бір қолында шанышқы, бір қолында пышағы шошаңдап, мәңгүрт топас шенеунік орнынан атып тұрады. Қаныш Имантаевич, сіз қазақ халқын арам қолмен ас жейтін жабайы мәдениетсіз етіп көрсетіп, бүкіл әлемге масқара қылдыңыз. Қазақстанға барғасын мәселеңізді орталық бюрода қарайтын болады деп зіркілдеді. Ашуын баса алмай. Сонда Қаныш ағамыз орнынан асықпай түрегелді. Айтыңызшы, біз осында отырғанымызға 10-15 минут өтті. Иә? Осыдан жарты сағат немесе 1 сағат бұрын қолыңыздағы шанышқы мен қасықпен кім жегенін айтып бере аласыз ба? деп сұрады. Үн жоқ. Шенеунік не айтарын білмеді. Әрине білмейсіз. Оны ешкім де білмейді. 1 сағат, 1 күн, 1 ай, 1 жыл бұрын шанышқы қасығымызбен кім ас ішкенін білмейміз. Қолыңыздағы шанышқымен өмірі жазылмайтын ауыр жарасы бар. Туберкулез немесе сифилис, неше түрлі жұқпалы аурулармен ауыратын адам ішкен шығар. Жалпыға ортақ мейрамхана, әлем халқы кім келмейді бұнда? Қолыңыздағы шанышқы жуылды ма? Ыстық сумен жуса да, ыстық сумен 10 рет жуса да кетпейтін бактериялар, паразиттер бар. Ал енді қазақ халқы болатын болса, ас ішкенде міндетті түрде қолын жуып отыратын болған. Ол ауру болса да өз алдындағын жейді, ішеді. Ауру өзімен бірге кетеді. Біле білсеңіз, біз әлемдегі таза да ақылды халықтың ұрпағымыз дегенде, ақымақ шенеунік қолындағы шанышқы мен пышағын үстел үстіне қалай тастап жібергенін білмей қалды. Иә, осы уақытқа дейін шанышқымен, пышақпен етті мылжалап отыратын, әрі оның әлемдік ас ішу мәдениеті деп мақтанатын сол жерде отырған оқымысты қазақтар қолындағы қасық, шанышқы, пышаққа күдікпен қарап, астары тамағынан ары өтпей жиркеніп кетеді.
қайран қазақтың даналары ұлттың болашағы үшін ештеңеден тайсалмайтын болған ғой. Міне, қолмен жейтіндер біз біргеміз. Шаншқымен жейтіндерге осы видеоны таратып қойыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.